Сәлем достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін менің каналымда осындай бір керемет салаттың рецепті менен бөлісетін боламын. Анар салаты деп аталады. Менімен бірге болыңыздар. Бізге керек заттар азғана жаңғақ және де мейіз немесе қара өрікті қоссаңыздар да болады кептірілген түрінен. Және де тауықтың төс етінен пайдаланасыздар. Менде осындай аяғынан қайнатып пісіріп аласыздар тұз салып. Және де оны ұзыншалап майдалау етіп турап шығамыз. Мерекелік дастарханға дәл осылай жасап қойсаңыздар, өте көрінісі де керемет болып шығады, дәмі де ерекше. Барлығыңызға жасап көруге кеңес беремін. Мінекей тауық етін турап болды, осылай ұзыншалап турап аласыздар. Және де оны ыңғайлы ыдысымызға салып аламыз. Және де осы тауық етімізден кейін жаңғағымызды оны да ірілеу етіп майдалап жібермейсіздер. Дәл осылай турап алып қосатын боламыз. Жаңғағымызды турап алды. Енді оны да салып, одан кейін мейізімізді саламыз. Мейізіміздің үлкен болғандықтан ортасынан бір бөліп салсаңыздар жеткілікті. Егерде қара өрікті қосқан жағдайда оны майдалап осылай мейіздің көлемінде етіп саласыздар. Осы анарымыздың бас жағын осылай аласыздар. Кесу тәсілі осылай кессеңіздер өте тиімді, оңай кесілетін болады. Суы ағып кетпейді. Дәл осылай аламыз, кесіп бөліп. Бізге анар бөлекшелерінің тәнтерін алу керек. Достар, видеомды соңына дейін көріп отырып, астында подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеле кетіңіздер. Қазақша контентті барынша қолдап жіберсеңіздер екен, каналым дамуына өз үлестеріңізді қоссаңыздар. Мінекей қоспаларының өзі қандай керемет көрініп тұр. Қазір бұның барлығын араластырып жасағанда өте дәмді болады. Менде аз ғана шым ғана тұз және қарабұрыштан саласыздар. Және де майонезден салып керегінше жақсылап араластырып аламыз. Салатымыз мінекей дайын болып қалды. Ендеше бізге қызылшамызды дайындайтын боламыз. Қызылшамызды үкіштің осындай майда көзінен бірінші барлығын жақсылап өткізіп аламыз. Видео барысына қарап отырыңыздар, мұқият болыңыздар, және де суы шығып кетпеу үшін қазір біз оны ситодан өткізіп аламыз. Мінекей қасықпенен аздап үстінен салып отырып, үстінен бассаңыздар
суы астыңғы ыдысына ағып кетеді. Бізге ол сулар қажет емес. Салатымыздың түріне болмайды. Сол үшін осылай еткізіп аламыз. Және де өте мінекей, өте керемет су астына ағып шығады. Және де бізге дәл осы қызылшаменен қаптап шығатын боламыз. Қызылшамыз да дайын. Енді біз салатымызды, менде осындай ыдыс болды, анар тәріздес етіп, немесе шоңылдау ыдыс болатын болса, барлығын соған салып дайындасаңыздар болады. Осылай салаттарымызды ыдысқа салып аламыз, үстінен басып, тығыздап салып аламыз, және де соны тарелкаға аударамыз. Мінекей, дайын салатымызды тарелкамызға осылай саламыз. Оңай ғана түседі, ешқандай қорқудың қажеті жоқ. Кішкене басып торлап жіберсеңіздер болады. Және де енді осы салатымыздың үстін қызылшаменен қаптап шығамыз. Анар тәріздес етіп қаптап шығамыз. Қызылшамен жұмыс істеу өте оңай. Осындай шанышқының көмегіменен осылай басып отырып жасайсыздар. Достар, менің каналымда көптеген салаттардың рецептері бар. Жаңа жылдық дастарханға арналған салат рецептерінде таба аласыздар. Мінекей, өте керемет салат болып шығады. Бұл да дәл осылай жасап көрсеңіздер болады. Мінекей, қазір толық қаптаймыз, және де анар дәндерін шашып, сәндеп қоямыз. Анарға қаттырақ ұқсауы үшін осылай бас жағында жасап қойсаңыздар болады. Не, достар, салатымыз бітті. Осындай керемет болып шықты. Осылай идеяменен жасап көрсеңіздер де дастарханға ұсынсаңыздар болады. Барлығыңызға ас болсын.